Баршаңа сәлем, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сендермен ағылшын тілінен 2-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ жұмысын бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Ал кеттік. Summative assessment for the unit Drama and Comedy. Драма және комедия тақырыбына байланысты берілген БЖБ жұмысы. Бірінші тапсырма бізде Task 1. Read about a famous movie, Life of Pi, and do the task below. Төменде берілген танымал фильм Life of Pi, Пидің өмірі жайлы берілген тексті оқу керек, және оған қатысты сұрақтарға жауап береміз. Алдымен сендерге тексті оқып, қазақша аудармасын айтып берейін. Life of Pi. When Pi is 16, his family decides to close the zoo and move to Canada. They sell some of the animals to zoos in North America, and the family takes the animals with them on a ship to Canada. On the way, there is a terrible storm, and the ship sinks. Pi finds himself in a lifeboat with a hyena, zebra, orangutan, and a tiger. When he sees the animals, Pi is scared and he jumps into the ocean. Then he remembers there are sharks in the ocean and he climbs back into the lifeboat. Pi and the tiger spend 227 days in the lifeboat. They live through terrible storms and are burned by the Pacific sun. They are often hungry and ill. Sometimes Pi is happy and hopeful, but sometimes he feels sad and lonely. Finally, they arrive at the coast of Mexico, but you will have to read the book to find out what happens in the end. Пидің өмірі жайлы айтылған бұл текстте. Пи 16 жаста болғанда, оның отбасы хайуанаттар бағын жауып, Канадаға көшуді шешеді. Олар жануарлардың бір бөлігін Солтүстік Америкадағы хайуанаттар бақтарына сатады. Ал отбасы жануарларды Канадаға кемемен алып кетеді. Жолда қатты дауыл соғып, кеме суға батады. Пи өзін гиена, зебра, орангутан және жолбарыспен бірге құтқару қайығында өзін тауып алады. Жануарларды көргенде Пи қатты қорқып мұхитқа секіреді. Содан кейін ол мұхитта акулалар бар екенін есіне түсіреді де, және ол қайтадан құтқару қайығына көтеріледі. Пи мен жолбарыс құтқару қайығында 227 күнін өткізеді. Олар қорқынышты дауылдарда өмір сүреді және тынық мұхитының күнінде күйіп қалады. Олар жиі аш болады және ауырады. Пи кейде бақытты және үмітті, бірақ кейде ол қайғылы және жалғыз сезінеді. Ақырында олар Мексика жағалауына жетеді. Бірақ соңында не болғанын білу үшін кітапты оқуға тура келеді. Міне оқушылар, біз мұхитта қалып қойған Пидің өмірі жайлы қысқаша тексті оқып аударып шықтық. Енді осыған қатысты сұрақтарға жауап берейік. Circle true or false of these sentences. Осы төменде берілген сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін осы мәтінге қатысты жауап берейік. Бірінші сұрағымыз. Pi moves to Canada in 16. Пи Канадаға 16 жасында көшіп келді ме? Дұрыс жауабымыз true. Иә, ол 16 жасында Канадада болды, көшіп келді сонда. Келесі екінші сұрағымыз. Pi is scared when he sees the animals in the lifeboat. Пи құтқарушы қайығындағы жануарларды көргенде қатты қорқады дейді. Иә, true, бұл дұрыс. Келесі үшінші сұрағымыз. Pi fights with a big shark. Пи үлкен акуламен төбелесті дейді. Жоқ, бұндай сөйлем тексте айтылған жоқ, сол үшін false, дұрыс емес. Келесі сұрағымыз. At the end, the land is the USA.
соңында олар ақшта қонады дейді. Жоқ, бұл да бұндай сөйлем текстта кездескен жоқ. Сол себепті false дұрыс емес дейміз. Бірінші мен екіншісіне true, үшінші мен төртіншісіне false қоямыз. Келесі бізде writing тапсырмасы, жазылым. Task 2. Look at the facts about a famous cartoon, Rio Second. Write 2 paragraphs using the information below. Екінші Рио атты мультфильмге қара және төменде general information деген жазумен жазылған біраз ақпарат берілген. Осы ақпараттарды қолдана отыра 2 параграфтан тұратын мәтін жазу керек. Рио екінші мультфильмі міне суретте тұр. Осы мультфильмге қатысты жазамыз. General information. Жалпы осы мультфильмге қатысты ақпарат. Directed by Carlos Saldana. Carlos Saldana түсірген. Starring Anna Hathaway, Jesse Eisenberg. Басты рөлде Анна Hathaway және Jesse Eisenberg дейді. Production Company 20th Century Fox Animation. Бұны шығарған Fox анимациясы 20 ғасырдағы. Music by John Powell. Әні John Powell арқылы шығарылған. Release time March 22, 2014. Running time 101 minutes. Уақыты 101 минут. Шыққан кезі наурыздың 2014 жылы наурыз айында. Country United States and the language English. Елі ақшта және тілі ағылшын тілінде. Tips for writing. Write 1 sentence about this cartoon. Use structure as I like to watch and I would like to tell. Мультфильм жайлы бір сөйлем жаз. I like to watch деп бастап, немесе I would like to tell деп осы сөздерді қолдана отырып жазсаңдар болады. Келесі, write general facts about the cartoon. Мультфильм жайлы жалпы факттерді жазу керек. Write about actors and the country of production. Актерлар жайлы және оның мультфильм түсірілген ел жайлы жазу керек. Төртіншісі, include information about company production, realize the date, running time and the language. Қай жылы, қай уақытта, қай тілде шығарылғаны жайлы жазу керек. Және соңғысы, recommend this cartoon to your friends. Осы мультфильмді өзіңнің досыңа көруге кеңес беруің керек, немесе осы мультфильмді ұсынуың керек. Ал мен жазған текстімді оқып берейін. I like to watch famous cartoons and learn English with them. Now, I would like to tell you about my favorite cartoon, Rio Second. Мен әйгілі мультфильмдерді қарағанды ұнатамын және олар арқылы мен ағылшын тілін үйренемін. Және қазір мен сендерге өзімнің сүйікті мультфильмім Рио екінші туралы айтқым келіп тұр. The cartoon was directed by Carlos Saldana and starred Anna Hathaway and Jesse Eisenberg. Rio Second was realized by 20th Century Fox Animation in the United States on the 20th of March 2014. Its running time is 101 minutes and the language was in English. This cartoon is comedy, adventure, and a musical. The music written by John Powell. It is my favorite cartoon. It is great and interesting adventures with a colorful animation and funny songs. I can recommend to you if you like watch interesting cartoons in your free time. Мультфильмді түсірген Карлос Салдана және басты рөлдерде Анна Ханзуэй және Джесси Эйзенберг. Рио 2-ның шығарылған уақыты 2014 жылдың наурыз айында Америка құрама штаттарындағы Fox анимациясында. Оның уақыты 101 минут және тілі ағылшын тілінде болды. Бұл мультфильм комедиялық, шытырман оқиғалы және музыкалық. Әнін жазған Джон Пауэлл.
Бұл менің сүйікті мультфильмім және бұл тамаша, қызықты оқиғаға толы, түрлі түсті анимациялы және көңілді әндері бар. Егер сен бос уақытыңда қызықты мультфильм қарағың келсе, мен саған осы мультфильмді ұсынамын. Міне оқушылар, мен осымен өзімнің жазған текстімді аударып бердім. Жалпы бұл тапсырманың барлығына сендерге 20 минут беріледі. 20 минут ішінде аяқтап үлгерулерің керек. Барлықтарыңа жақсы бал алуға тілектеспін. Осымен бүгін сендермен 6 сыныпқа арналған 2-ші тоқсанның 2-ші бір жұмысын аяқтаймыз. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпа.